Армысыз қазақ елі, менің есімім Бектұр қызы Айнұр. Бұл видеоны түсіру себебім қазіргі қазақ халқында белең алып келе жатырған проблема, қазақ балаларының арасында дамып кеткен проблема, ол қазақ балаларының неге өз туған тілінде сөйлемеуі, яғни тілі енді шығып келе жатырған балалар неге орысша сөйлеп кетеді, неге олардың тілі орысша шығады. Неге сол жөнінде талқылама жүргізгім келеді. Мен өзім айтып өткендей, өзім 2 баланың анасымын. 7 жастағы қызым және 3 жастағы ұлым бар. 2 баланың анасы ретінде 2 баланы біз 2 түрлі өсірдік. Яғни екеуінің тәрбиесі 2 түрлі болды. Бұны әрине біз әдейі жасаған жоқпыз. Менің жолдасым өзі Шығыс Қазақстанның тумасы, таза орысша өскен, жанұясында орысша сөйлескен, тілі орысша шыққан адам. Ал мен өзім Маңғыстау облысының тумасымын, таза қазақы жанұяда қазақша сөйлеп, қазақ мектеп бітіріп шыққан адаммын. Енді қызымыз балабақшаға баратын жасқа келген кезде бізде сұрақ туындады. Қызымызды қай балабақшаға береміз? Қазақша балабақшаға ма, орысша балабақшаға ма? Енді қызымның әкесі қызын жақсырақ түсіну үшін біз қызымызды орысша балабақшаға бердік. Ал мен қызыммен былай өзім қазақша сөйлесетін едім. Жалпы қызым туылғалы мен онымен тек қана қазақ тілінде сөйлестім. Және де бірақ мультиктерді біз көбіне емес, яғни үнемі орысша мультиктер қосатын едік. Бірақ одан менің қызым орыстанып кеткен жоқ. Тілі қазақша шықты, себебі анасы қай тілде сөйлейді, бала сол тілде сөйлейді. Ол ақиқат. Мен үнемі қызыммен қазақша сөйлесіп жүрдім, бірақ орысша балабақшаға берген соң, ол әрине тілі орыстанып бастады. Себебі ол жақта енді балабақшадағы топта орыс тілді балалар, тәрбиешілер орысша сөйлейді. Және де бізге де ата-аналарға да айтып жүрді, орысша балабақшаға бердіңіздер ма, орыс топқа бердіңіздер ма, баламен орысша сөйлесіңіздер. Себебі олар мұнда балабақшаға келген кезде бізді түсіну үшін, біз оларды түсіну үшін деп. Мен өзім қызым балабақшаға барғалы жұмысқа шығып кеттім, сондықтан да енді қызымның тәрбиесі балабақшада болды. Солай жарты жыл, 1 жыл өткеннен кейін байқасақ, қызымның тілі былай айтқанда орыстанып кеткен. Розовый листик, он нежный такой. Хочу, чтобы всегда была мама со мной. Таза орысша сөйлеп бастады. Біз әрине оны аса мән бере қоймадық. Оны проблема көрмедік. Себебі бізге қызық болды. Үнемі қазақша сөйлеп жүрген кішкентай қызымның орысша сөйлеп бастағаны. Әрине балабақшаға бармай тұрып қызымның тілі қатты шыға қойған жоқ, бірақ жаймен қазақша болып шығып келе жатты. Солай қызым былай айтқанда орыстанып кетті, орысша сөйлеп кетті, мүлдем қазақша түсінбейтін болып кетті. Таза қазақша өскен мен үшін ол кішкене ерсі болып көрінді. Мен қызыммен орысша сөйлесіп тұрсам да, бірақ маған ол мені қазақша айтқанды түсінбейтіні кішкене маған қиналыс тудырды. Себебі мен ойладым, болашақта не болады? Қызыма мен қазақша сөйлегенде ол мені түсінбесе, мен қайтемін деп. Бірақ жұмыс жасап жүргесін, қолым тимей жүргесін, қазақша курстарға беріп қарадық, бірақ қызым сонда да қазақша түсіне қоймады. Оны бізге ұстаздар айтып жүрді. Сөйтіп жүрген кезде бір күні қызымның әкесі, менің жолдасым, мынадай шешімге келді. Мен өзім орысша сөйлейтін отбасында өскенмін, шала қазақпын деді. Қызымның шала қазақ болғанын қаламаймын. Сен қызымызды шұғыл түрде қазақша үйрет, қазақша сөйлесін, орысша мүлдем көрсетпе, оған мүлдем орысша сөйлеме, тек қазақша сөйлес, қазақша түсінбей жатса, сен аударып, түсіндіріп, тәрбиеле деді. Яғни бұл жерде мен қиналдым, себебі тілі орысша шығып кеткен қыз, оның үстіне балабақшада әлі орысша сөйлейді. Сондықтан да маған да қызыма да қиын болды. Қызым тіпті бір кездер жылап жүрді. Мама орысша сөйлесейікші деп орысшада айтып жүрді маған. Әкесі жоқ кезде екеуміз орысша сөйлесетінбіз. Бірақ әкесі мұны қатал кәдімгідей қарады.
бүкіл орысша мультикті айырып тастады. Тек қана Қазақстанның балапан каналын қосып қойдық. Тек қана сол каналды көретін болды. Басында түсінбейтін еді. Бірақ шамамен бір айдан аса қызым балапанның мультиктерін түсініп бастады. Қазақ тілін түсініп бастады. Мен уже қызыммен қазақша сөйлесу оңайырақ болды. Мен өзімде өз үлесімді қосып қызыма үйретіп жүрдім. Мына сөз қазақша былай болады, мына сөз қазақша былай болады деп. Сөйтіп жүріп, қызым қазақша үйреніп бастады, қазақша сөйлеп бастады. Басында енді кішкене компьютері бұзылып, шатасты әрине. Қазақша мен орысшаны былай қарап отырсаң араластырып. Бірақ сөйтіп жүріп, қызым қазақша сөйлеп кетті. Яғни тілі қазақша шығып бастады. Тіпті тілі қатты қазақшаланып кеткен соншалық, ол біз фиолетовый десек, ол күлгін түсті деп сөйлейтін болды. Және тағы басқа қазақша сөздер көп болды. Әлі күнге шейін қызым күлгін түсті деп сөйлейді. Мен фиолетовый деп сөйлеймін оңғасында. Мінекей менің ойымша өз тәжірибемен алынған ең жақсы жолы осы. Балаңыздың тілі орысша шығып кеткен болса, тіпті қазақша балабақшаға берсеңіз де, балаңыз қазақша сөйлеп кетуі екіталай. Сондықтан да өзіңіз қатал қарап, осылай үйретпесеңіз, басқа жол жоқ. Әрине балаға кішкене қиын болады, стресс болады, бірақ дегенмен де егер де сіз балаңыз өз туған тілін, қазақ тілін білсін десеңіз, онда әрине кішкене осылай қиындық туғызуға тура келеді. Бірақ ұзақ жүрмейді бала. Менің қызым бір-екі айдың ішінде таза қазақша сөйлеп кетті. Қазір ол орысша мектепке барады, себебі садикте, балабақшада ол сабаққа дайындықты орысша өткен, сондықтан да біз мектепке орыс сыныбына бердік. Қазір қызым қазақшаны да орысшаны да таза түсінеді. Ал енді екінші балам туралы айтар болсам, яғни ұлым туралы айтар болсам, ол қазір 3 жаста. Ұлымды әрине міндетті түрде қазақша сөйлесеміз, қазақша мультик көрсетеміз, қазақша балабақшаға барамыз деп шештік. Және ұлымның тілі қазақша шыға бастады. Біз оған орысша мультик көрсеткен жоқпыз тілі шығып бастаған кезде. Енді 2 жастан кейін арасында қосатын болды орысша мультиктер, себебі орыс тілінде білуі тиіс деп те санады. Қазақ тілін өте жақсы меңгеріп келе жатыр. Сонымен қатар мультиктерді қараса, орысша да кішкене сөйлеп келе жатыр. Бірақ менің өз тәжірибемнен байқағаным, бала сол 2-3 жаста өте алғыр болады екен, кез келген нәрсені бірден қағып алады екен. Мысалы, біз орысша мультик қосып қойсақ баламызға, ол сол мультикте айтылған сөздің бәрін дәл сол жерде қайталап, барлық команданы пойдем десе пойдем деп, гони десе гони деп, мысалы, машиналар туралы көреді ғой. Соның бәрін дәл сол мезетте қайталап отырады. Мен сол сыртына бақылап отырып ойладым. Мінекей, қазақ қоғамының, қазақ аналарының, қазақ ата-аналарының қателігі осыда екен. Баланың тілі шығып бастаған кезде орысша мультик қосып ютубтан баланың отырғызып қояды. Бала сол қандай сөзді естиді, соны қағып ала береді, сосын тілі солай орысша шығады. Сосын кейін қазақтың аналары, қазақтың келіншектері бәрі айтқанда шошынып жүреді. Менің балам тек орысша сөйлейді, мен баламның тілі орысша шығып кетті. Не істеймін, қазақша түк түсінбейді, қалай үйретсем болады деп. Сондықтан да аналар, қыз-келіншектер, яғни келіншектер, өз қателеріңізді біле жүріңіздер. Тілі шығып келе жатырған балаға ешқашан орысша мультик қоспаңыз. Орысшаны ол міндетті түрде болашақта үйренеді. Қазақ балалары өте алғыр болады, орыс тілді де, басқа тілді де қағып алады. Мысалы, біз қазіргі таңда баламызға ағылшын тілде мультик қосып қоямыз. Балам сол мультиктерді қарап, жаймен ағылшын тілдерін үйреніп келе жатыр, сөздерін ағылшын тілінің. Орысша да жайлап үйреніп келе жатыр. Біз қазір кезекпен кезек бүгін қазақша мультик қоямыз, ертең орысша мультик қоямыз. Басқа күні ағылшынша мультик қоямыз. Яғни ол бала одан басы қатып кетпейді. Ең бастысы тілі шыққан бала болу керек. Тілі шығып, өз қазақ тілінде еркін болмаса да, әйтеуір өзінің дегенін жеткізе алатын деңгейде сөйлеп жүрген бала болса, онда
басқа тілдегі мультик қоса беруге болады. Сондықтан да алдымен өз қателеріңіз, ол тілі шығып келе жатырған балаға орысша мультикті қосып қойып, баламен айналыспау дегенде, тым болмаса айналысатын уақытыңыз болмаса, қазақша мультик қосып қойып, баланы солай отырғызып қойыңыздар. Ал егерде мысалы балаңыз уже орысша сөйлеп кеткен болса, тілі орысша шығып кеткен болса, оның да проблемасын шешу жолын айттым. Міндетті түрде баламен тек қазақша сөйлесіп, сен қазақша сөйлеуің керек, сен қазақсың деп балаға үйретіп, және де қазақша мультик қойып, өзіңіз баламен айналыссаңыз, балаңыздың тілі міндетті түрде қазақшаланады, былай айтқанда. Оның түк қиыны жоқ. Басында кішкене қиын болады, алғашқы айда. 1-2 айдың ішінде балаңыз қазақ тілін былай айтқанда қағып алады. Себебі өздеріңіз білесіздер, 2-3 жаста, 4-5 жаста бала губка сияқты болады дейді ғой, бәрін сіңір болады дейді. Сондықтан да уақытыңызды жоғалтпай тұрғанда баламен айналысыңыздар. Егерде балаңыздың өз туған тілін білмейтін шала қазақ, мәңгүрт болмасын десеңіз, неге менің айтқан кеңестерімді қолдансаңыздар болады. Баршаңызға балаларыңыз тек өз туған тілін білсін деп тілеймін. Әрине, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Сондықтан да алдымен балаларымыз өз туған тілін білсе, одан кейін басқа кез келген тілді де үйреніп алады хақ. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Менің кеңестерім пайдалы болса, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Және сұрақтарыңыз болса да жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын.